Сәлем балалар, қазақ тілі 3-ші сынып 3-ші сабақ тақырыбы мәтінмен жұмыстар және олардың сұрақтарға жауап. Кім тапқыр? Мәтін дегеніміз не? Кәнекей балалар, есімізге түсірейік. Мәтіннің мағыналық жағынан бір-бірімен байланысты болады. Мәтінде белгілі бір ой болады. Мәтінге ат қойға болады, немесе 2-3 сөйлемнен құралса, ол да мәтін болып табылады. Мәтін дегеніміз енді тақырып, негізгі ой, тірек сөздер, азат жол, негізгі бөлім, басы және соңы. Енді мына жерде 11-ші жаттығудың сұрақтарына жауап берейік. Негізгі ойдың таратылымы: тақырып, тірек сөздер, азат жол, негізгі бөлім, автордың айтқысы келген басты пікірді білдіреді екен. Мәтінді тыңда. Оқылым. Балалар, глобус туралы мәтінді оқып шығасыңдар. Одан кейін астындағы сұрақтарға жауап беріледі. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз. Мәтіннен тірек сөздерді тап. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікіріңді айт. Балалар, тақырыбы глобус болғаннан кейін, глобус дегеніміз не екен? Жер шарының кішірейтіліп берілген моделі. Бұны енді көбінесе жаратылыстану сабағында, дүниетану сабағында пайдаланасыңдар. Ал кейіпкеріміз Шаншаров. Тәртіпсіз, ұқыпсыз оқушы. Тірек сөздер: сынып, глобус, мұғалім, бокс, Шаншаров. Неге? Бұл осы тірек сөздерден глобус атты мәтін құралған. Қарамен жазылған сөйлемдерді өздерің ой пікірлеріңді айтатын боласыңдар. 13-ші жаттығу бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір деп тұр. Мына жерде біз бірінші зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды, тіпті түтіннен аумайды. Әже немересінен бұлт дегенді қалай түсіндірін білмей ойланып тұр. Айым аспанға қарады, аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Енді әжесінен сұрайды, диалог ретінде: әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой ол, түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндіренін білмей ойланып тұрды. Бұл сөйлем ішінде жаңағы зеңгір бұлт, шарбы бұлт, түтін деген екенін біз қазір сендерге түсіндіреміз. Енді мына жерде сөздік жұмысы дүниежүзі деген. Дүниежүзі жер беті және ондаған елдердің бәрі дегенді білдіреді. Жаңағы өздерің айтып өткендей, зеңгір, шарбы, бұлт, түтін сөздердің мағынасын төмендегі қай дерек сөздерін табуға болады? Балалар, дерек сөздерді табуға болады, кітапханадан да табуға болады, атамыздың айтқан сөздерінен де табуға болады, сонымен қатар түсіндірме сөздіктен және интернет арқылы осы қандайда сөздерде түсініксіз болса, осылардан табуға болады екен. Әсіресе енді өздеріңде қазіргі заманға байланысты көбінесе біз интернеттен қараймыз, қандай сөзі түсініксіз болса. Немесе кітапханаға барып, жүгіріп, осы жерден кітаптардан түсіндірме сөздікті алып қарайды екенбіз. Енді 13-ші жаттығуда мәтіндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жазыңдар балалар, мінекей, әдемілеп. Содан кейін өздерің диалогты ауызша жалғастырыңдар. Осы түтінді не екендігін қазір біз сендерге соны түсіндіріп берейік. Ендеше әжесі көп ойланып, айта алмаған соң бала не істеді? Кітапханаға барып, түсіндірме сөздіктен немесе интернет желісінен осындай түсінбеген сөзін тауып алды. Зеңгір, шарбы, бұлт сөздері мағынасы. Зеңгір, бұлт дегеніміз мінекей өздерің көріп тұрғандай, аспан түстес, көк, көкшіл, биік, зәулім, заңғар дегенді білдіреді екен, яғни биік дегенді. Келесі, шарбы бұлт дегеніміз ол селдір, яғни аралары ашық-ашық, сирек бұлттарды айтылса, ал түтін дегеніміз ауадағы басқа бөлшектердің әдетте жанатын заттан шығатын жағымсыз иіс. Ол болады зауыт фабрикалардан және үйдің мұржасынан осындай түтінді байқауға болады. Одан біз немене? Жағымсыз иісті бірден сеземіз. Сондықтан түтінге уланған адам кейде өліп те кетуі мүмкін. Сондықтан балалар, түтінге көп, үйдің мұржасынан көп түтін шыққан кезде ол жерде тұрмаңдар. Көбінесе осы түтіндер не істейді? Ауаны бізде ластандырады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды.